Бірінші бөлім – періштелік сипат. Әйелдің періштелік сипаты оның рухани байлығы мен мінезімен бағаланады. Еркекке өзін түсінетін әйел керек. Олар өзгеше ойлайды, құндылықтары да әртүрлі. Мысалы, махаббат еркек үшін де, әйел үшін де маңызды. Алайда әйел өзін біреудің жақсы көргенін қаласа, еркек үшін махаббат әйелдің оған сүйсінгені, тамсанғаны. Үшінші тарау. Ер азаматты қалай бар солай қабылдаңыз. Егер жігіттің жүрегін жаулағыңыз келсе, оны өзгертпекке әуре болмаңыз. Қалай бар солай қабылдаңыз. Әрине, күйеуіңіз алқаш немесе күш көрсететін болса, әңгіме басқа. Әйелдер күйеулерін қалай өзгерткісі келуі мүмкін. Жеке әдеттер. Дұрыс тамақтанбау, үстел басындағы жағымсыз қылықтар, сауатсыздық, ашушаңдық, көлік айдағандағы желікпелік, киімін орнына қоймау, темекі шегу, ішімдік ішу, уақыт өткізу. Көп жағдайда әйелдер күйеулерінің уақытты дұрыс өткізуін қадағалағысы келеді. Олар көбіне достарымен кететініне, спорттық іс-шараларда жүретініне шағым айтады. Немесе көп уақытты теледидар алдында диванда жатумен өтеді дейді. Үнемі шұғыл жұмыстары болатынын, үйге кеш келетінін, әйеліне хабарласып ескертуді ұмытып кететінін айтады. Міндеттер. Көптеген әйелдер күйеулерінің үйге жөндеу жұмыстарын жүргізбегенін, бақта жұмыс істемегенін, жұмысты дұрыс жасамайтынын, бір істі соңына дейін жеткізбейтінін айтып шағымданады. Қоғамда өзін ұстауы. Кей әйелдің күйеулері тым мақтаншақ, сөзшең, сөйлеу керек сөздерді сөйлемейді. Енді бірінікі адамдармен дөрекі сөйлеседі, әйелінің құрбыларын құрметтемейді. Арман мақсаттары. Әйелдер күйеулерінің алға ұмтылысы жоқтығын, амбициясы аздығын, өзін жетілдіруге күш салмайтынын айтып шағымданады. Кейбір күйеулер өмірден өз орындарын таппай жүр. Бір істен екінші бір іске секіруде. Ал енді біреудің арманының үлкендігі сондай, орындалуы мүмкін емес. Ер азаматқа тән жетістіктер. Кей әйелдер жетістікке жеткен өзге еркектерді күйеулеріне мысал етеді. Енді бір әйелдер күйеулерінің басшылыққа жоқ екенін, отбасылық мәселелерді шеше алмайтынын айтады. Ақша. Енді бір еркектер ақшамен дұрыс қарым-қатынас жасай алмайды. Әйелімен ақылдаспай босқа шашады екен. Балалар. Әйелдер күйеулері балаларға жауапкершілікті көбірек алса дейді. Дін. Күйеуі мешітке, яғни шіркеуге бармайды, дінге қызықпайды дейтіндер өте көп. Мінсіз күйеуді қайдан табуға болады? Әйелдер күйеулерін неліктен өзгерткісі келеді? Әйелдер күйеулерінің кей әрекеттері жындарына тигеннен кейін өзгерткілері келеді. Олар көбіне күйеуім жақсы болсын деп өзгертім келеді, барлығы өздері үшін дейді. Бұл бір қайырлы іс сияқты көрінеді. Алайда әйел күйеуін өзгерткісі келуді қойғаны жөн. Оған 5 себеп бар. Біріншіден, бұл некеге проблема әкеледі. Екіншіден, бұл махаббатты өлтіруі мүмкін. Үшіншіден, бұл бәрібір көмектеспейді. Төртіншіден, бұл ер адамның қарсылығын тудырады. Бесіншіден, және тағы да қайталаймын, бұдан некеде проблема туындайды. Ер адамды өзгертуге талпыну оның эгосына үлкен соққы болады. Ер жігіттер тәкаппар келеді. Олар өздерінің әлсіз тұстарын жақсы біледі. Алайда сіз оның жағымды тұстарын көрсеңіз дейді. Естеріңізде ме, еркектің бақыты үшін әйелінің оған сүйсінгені, тамсанғаны керек деген едік қой. Әйелінің қоймай өзгерткісі келген әрекеті күйеуінің өмірін адам төзгісіз етеді. Осыдан кейін екеуі ара өткел пайда болып, ерлі-зайыптылар бір үйде тұрса да сөйлесуден қалады. Еркек өзін сол қалпы қабылдамаған соң бөтенге айналады. Тіпті арада махаббатта өлуі мүмкін. Оған орыс жазушысы Лев Толстой мен әйелі Софьяның оқиғасы мысал бола алады. Софья қанша тырысқаннан Толстой өзгерді ме? Әсер ететін жоспар. Күйеуіңіздің өзгеруіне әсер ететін жоспар бар, ұл бостандық. Әрине 100% кепілдік бере алмаймын. Десек те ер адамның дамуына әсер ететін жалғыз жол осы. Күйеуімнің дамуын қалау арқылы оның бостандығына қол сұғып жатқан жоқпын ғой. Мен ешқашан талап еткен емеспін деуіңіз мүмкін. Ал сіз мынандай жолдар арқылы күйеуіңіздің бостандығын шектеп жатқаныңызды білесіз бе? Моральдық қысым,
ымдау арқылы, қолдамау, мазалау, ұсыныстар айту, ашық сын. Кез келген еркек тыныш өмір сүргісі келеді. Еркектің қай-қайсысы болсын қолдау күтеді. Моральды қысым жасау арқылы сіз оларға бостандық пен үй арасында таңдау қоясыз. Күйеуіңіз өзгере ме? Сіз егер оны жайына жіберсем, ол өзгере ме деп сұрауыңыз мүмкін. Өзгермейтініне де дайын болуыңыз керек. Бірақ әйел оның бостандығына қол сұқпаса, өзгертуге әрекет жасамаса, бір ғажайып жолмен ол өзгеріп жатады. Өзге адамдар өзгертуге тырыса жатар. Ал жақсы көретін әйел азаматын сол қалпында қабылдау керек. Егер жігіт жұмаққа түскісі келсе, ол оның идеясы болсын. Егер ол мінезін, денсаулығын жақсартқысы келсе, өз еркімен істесін. Ер азаматтар өздеріне бостандық берілгенде тіпті өте жақсы жаққа өзгеруі мүмкін. Күйеуіңіздің жақсы қасиеттеріне қараңыз. Ер адамды сол қалпында қабылдаңыз, оның кемшіліктеріне уайымдауды қоясыз. Оның жақсы қасиеттеріне мән бере қарасаңыз, бұл тіпті оңайға түседі. Күйеуіңізге оның жақсы қасиеттерін бағалайтыныңызды айтып, сол қасиеттерін санамалап бересіз. Күйеуіңіз дұрыс істемесе не істеу керек? Егер сіздің күйеуіңіз жаман іс-әрекетке барса, сіз оның мұндай қадамға барғанына сенбейтініңізді айтыңыз. Оның басқа адам екенін, жаңағы әрекет оның табиғатына қайшы екенін, бұл жағдайды естіп көңіліңіз қалғанын, оның жақсы екеніне әлі де сенетініңізді айтыңыз. Күйеуіңіз сізге жаман қарым-қатынас жасаса, күйеуіңіз сізге әділетсіздік танытса, алдаса, елемесе не істеу керек? Ер адамның бостандыққа құқығы бар, бірақ жоғарыдағы әрекеттерге қақысы жоқ. Сіз күйеуіңіздің құрмет көрсетуіне лайықтысыз. Өз талғамыңызды төмендетпеңіз. Күйеуіңіздің стандарттарына сай келу үшін өзіңіздікін төмендетпеңіз. Ол бұл үшін сізге құрмет көрсетпейді. Ер адамға өз-өзін толық жетілдірген әйелдер ұнайды. Егер еркек өз кемшілігін көрмесе, егер ер адам өз кемшілігін байқамаса, дәрігер дұрыс сөйлеспеуі себебі пациенттерінен айырылып жатса, немесе диктаторлығы арқылы қол астындағылардың реніші туса, әйел күйеуіне ескерту жасауына болады. Бірақ ескертуді де дұрыс жасау керек. Дұрыс жасау қалай орын алады? Күйеулеріңізге сүйсінетіндеріңізді, өзгелердің де оған тамсанғанын қалайтыныңызды айта отырып, кемшілігін жеткізіңіз. Сосын ол тақырыпқа мүлде оралмаңыз. Оны еркектің өзіне қалдырыңыз. Алайда айтардан бұрын ол кемшілігінің расымен зияны тиіп жатқанын көз жеткізіп алыңыз. Қорытынды: ер адамды өзгертуге тырысу сәтсіздікке ұшырататынын білдік. Өзін түзеп, қысым жасап отыратын әйелді еркектің жақсы көруі екіталай екеніне көз жеткіздік. Күйеулерімізді емес, өздерімізді өзгертуді қолға алу керек. Еркекті сол қалпына қабылдауға үйрететін қадамдар. Екі жүзді қарым-қатынастан аулақ болыңыз. Күйеуіңіздің жақсы қасиеттеріне мән беріңіз. Өзге жігіттерді мысалға келтірмеңіз. Оған осы қалпында жақсы көретініңізді айтыңыз. Сіздің сыйақыңыз. Мұндай әрекетке сізді қандай сый күтіп тұр? Әрине махаббат. Оны өз еркіне жіберу арқылы билік жүргізгеніңізді білмей қаласыз. Оқиға: бір әйел күйеуінің темекі тартқанын жек көретін, әрі үнемі қойдырғысы келетін. Бірақ сүйікті әйел болудың сырын меңгергеннен кейін өз қателігін түсініп, күйеуінен кешірім сұрайды. Осы қалпында қабылдайтынын айтады. Ал риза болған күйеуі ұзақ жылдар ішінде алғаш әйеліне жақсы көретінін айтып, түні бойы құшақтап шыққан екен. Тапсырма: егер күйеуіңізді түзетуге тырысып жүргендердің қатарынан болсаңыз, арадағы мұзды жібітуге тырысып, мына сөздерді айтып көріңіз. Сенің осы қалпын үшін ризамын, бақыттымын. Бұрын сені түсінбей көп қателік жасаппын. Және жоғарыдағы 4 қадамды орындауды ұмытпаңыз.